Барлықтарыңызға сәлем, құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен сезімталдығы жоғары адамдар жайлы әңгімелесетін боламыз. Жалпы сезімталдығы жоғары адамдар деген кімдер, Олар барлығын жүрегіне жақын қабылдайтын, бір терілері жоқ сияқты, ренжігіш, эмоционалды, бір нәрсені ойлай береді, сондай адамдар. Жартылай невротиктер. Себебі сіздің сезімталдығыңыз жоғары болса, сіздің невротик болмауыңыз екі талай. Бәлкім сіз невротик болсаңыз, бұл тақырып сізге де қатысты болуы мүмкін. Мысалға алатын болсақ, мен өзім сезімталдығым жоғары адамдар қатарына жатамын. Жалпы жер шарында 15-20% сезімталдығы жоғары адамдар екен. Сол үшін бәлкім сіз де сол адамдар қатарына жатуларыңыз мүмкін. Сол үшін белгілерін бірге тыңдайық. Жалпы сезімталдығы жоғары немесе СЖА деп қысқаша айтайық. Орысша ВЧЛ деп аталады. Высокочувствительные люди. Біз СЖА деп қазақшаға аударайық. Сезімталдығы жоғары адамдар. Жалпы сезімталдығы жоғары адам болудың минустері бар және плюстері бар. Минустері жәнегі уайымшылдық, сезімталдылық, адамдармен сөйлесу қиын, бұл өмірде қиын өмір сүру деген сияқты минустары. Алайда көптеген, жалпы творчестволық адамдардың, атақты адамдардың көпшілігі осы сезімталдығы жоғары адамдардың қатарынан. Бұл адамдар өмірді басқаша көреді. Егер де біз болмаса, осындай сезімталдығы жоғары адамдар болмаса, бұл өмір қызықсыз болушы еді. Ал енді белгілеріне тоқталайық. Және әрбір нәрсені детальдап айтайық. Ең бірінші белгісі ол, жаңа айттық, ол барлығын жүрегіне жақын қабылдау. Мысалы, қарапайым адам бір келеңсіз жағдай болса, оны ұмыт кетеді, келесі күні жүре береді. Немесе 2-3 сағат көңілі түседі, ары қарай жүре береді. Ол ауыртпалықтың, келеңсіз жағдайдың неменесіне байланысты, ауыртпалығына байланысты. Ал бізге сезімталдығы жоғары адамға кішкене болсын бір келеңсіз ситуация болса, оны ойланамыз, қайта-қайта уайымдаймыз, сол ямаға кіріп кетеміз, одан шығу өте қиын. 2 күн кетеді, кейде 3 күн кетеді, 1 күн кетеді, 1 апта кетеді, біздің қалыпты жағдайға түсуіміз үшін. Мысалға алатын болсақ, өзімді алайық, мен токсик туыстарыммен 3 күн бойы, 4 күн бойы алдында араластым. Енді амал жоқ басқа, солай ситуация болып қалды, кете алмаймын. Олардан кейін мен 2-3 күн қалпыма келдім. Маған қалыпқа келу өте қиын, сонда токсик адамдардан. Сол үшін аулақ жүру керек, токсик адамдардан. Ол жайлы тағы да айтам қазір. Келесі белгі ол ренжігіштік. Мысалға алатын болсақ, басқа адам сізді ренжіткісі келмейді, сөйлесіп тұрсыз, бірақ та сізге қатысты бір нәрсе айтып қалды ма, мен іздей бастайсыз. Ол неге олай айтты? Мені ренжіткісі келді ма? Немесе оның сөзін жақын қабылдайсыз, өзіңізге қабылдайсыз, маған ол сөзінің қатысы бар. Ренжіп қала бересіз, жүрегіңізге жақын қабылдайсыз. Бірақ та ол адам сізді ренжіткісі де келмеді, сізге мүлдем қатысы жоқ ол сөз. Бірақ сіз барлығын жақын қабылдай бересіз. Сол, бұл тағы бір қасиеті. Келесі ол ренжіген адам болған өте ауыр екенін түсінгендіктен, ол басқа адам оны ренжісе, оған өте ауыр тиеді ғой, ол түсінеді. Ол ауыр тиеді басқа адамға деп, басқа адамдарды да ренжітпеуге тырысады. Оларға жақсы сөйлейді, ақырындап, дұрыстап сөйлейді, көңіліне қарайды. Және жоқ деп айтпауға тырысады. Өзіне бір нәрсе ұнамай тұрса да, басқа адамның көңіліне қарап тұрады, жоқ деп айтпауға тырысады. Сол үшін оның жеке шекараларымен проблема бар.
ол үлкен бір жұмысты қажет етеді. Жеке шекаралар мен проблемалар бар. Келесі ол сезімталдығы жоғары адамдар өте әсерленгіш болып келеді. Мысалға алатын болсақ, бір күні құрбыммен кетіп бара жатырмыз. Содан кейін мен айтам: "Вау, қандай күшті мына ертіс" деп қараймын, там санам кәдімгі. Сосын маған қарайды: "Қай жері күшті, нормально" дейді. Сосын кейбіреулер ойлайды, өтірік жасап тұр, вау деп. Шын мәнінде біз қарапайым адамдарға қарағанда эмоцияларды қатты сеземіз. Мысалы, қарапайым адамдар 50% ғана сезсе белгілі эмоцияларды, біз 70% сезінеміз. Ләззат алғанда да қарапайым адамдардан қарағанда көбірек аламыз. Тамсанғанда, кез келген эмоцияны, қуаныш эмоциясын, қорқыныш эмоциясын, сол эмоцияларды біз қатты сеземіз. Сонымен қоса детальдарды көреміз. Мысалы, таудың қырына қарап тамсанамыз. Мысалы, өзенге қарап тамсанамыз. Қарапайым адамдар оны көрмеуі мүмкін. Мысалы, мен өзім сондайды, мен қарамда тамсанып тұрам, бәрі айтады: "Немеге қарап тұрасың, немеге қарап тұрсың" деп күледі маған. Шын мәнінде біздің әлем өзгеше. Сонымен қоса музыканы да тыңдағанда әрбір биттарын, әрбір нотасына бүйтіп кіріп кетіп, былай билеп, ритмға кіріп, солай сезінеді екенбіз. Сол себепті осы сезімталдығы жоғары адамдар ол творчестволық адамдар екен. Сезімталдығы жоғары адамдар тез шаршап қалады екен. Өйткені олар көп эмоция беріп қояды, эмоциясын бетіп беріп қойғандықтан ол тез шаршап қалады. Сол үшін, мысалы, қарапайым адамдар күні бойы адамдармен сөйлесіп жүре, көп адамдармен сөйлесуі, кездесуі мүмкін, бірнеше заттарды жасауы мүмкін. Біз бір-екі жерге бардық па, шаршап қаламыз. Бір-екі адамдармен сөйлестік па, шаршап қаламыз деген сияқты. Мысалға алатын болсақ, мен 3 сабақ берем да, шаршап қалам. Мысалы, басқа мұғалімдерге қараймын, 5-6 сабақ береді, шаршамайды. Бұл біздің ерекшелігіміз. Тез шаршап қалады. Сонымен қоса, ондай адамдарға не керек? Қалпына келу үшін көбірек уақыт керек. Мысалы, қарапайым адамдарға 5-6 сағат, немесе 7 сағат жеткілікті болса, менің ұйқым қану үшін 10 сағат, 12 сағат керек. Сезімталдығы жоғары адамдардың ұйқысы қану үшін 10-12 сағат керек екен. Сонымен қоса тағы қандай белгілері бар? Мысалы, кофе, алкоголь, немесе кез келген дәрі, препараттардың реакциясын денеміз бірден сезеді екен. Мысалға алатын болсақ, мен кофе ішем ғой, 3 ұрттағаннан кейін бірден жүрегім тез-тез соға бастайды. Кейбір менің бірге істейтін мұғалімдерін 2-3 стақан кофе ішеді, мен жарты стақаннан кейін жүрегім тарс-тарс дейді. Бір кофе стақан ішсем, бір стақан кофе ішсем, мен түні бойы ұйықтай алмай жатам. Көзім ілінбей ұйықтай алмай жатамын. Олар тіпті алкогольді 1-2 рет ұрттай ма, бітті, бас айнала бастайды. Кез келген дәрі ішсе бірден реакциясын береді екен. Сонымен қоса, аштықты көтере алмаймыз, аштықты ауыр бастан кешіреді. Мен мысалы 1-2 рет ораза ұстап көрдім, содан кейін мен аштықты өте ауыр көтеремін. Өте ауыр, мен үшін ауыр өтті. Сол, басқа нәрсені жасай алмайсың, ойлай алмайсың аш болған кезде, менде солай болды. Жалпы қандай кеңестер беруге болады сезімталдығы жоғары адамдарға? Негізі сезімталдығы жоғары адамдарға мамандық таңдау өте маңызды. Аналитик болуға болады, немесе мұғалім болуға болады. Андай мектепте емес, бір комфортный жерде, немесе жеке мектептерде, тосик адамдар жоқ, оқитын балалар, сонда жақсы жерде жақсы мұғалімдер шығады. Өйткені ол детальдарды жақсы көреді, бүйтіп түсіндіріп. Сонымен қоса жақсы психологтар шығады. Бірақ та, мысалы, мен өзім психолог болғым келеді. Менің қандай проблемам бар? Мен адамның проблемасын тыңдағанда, оның проблемасына жүрегімен кіріп кетемін.
иә, қанша тырыссам да мынандай объективизацияны ұстауға, иә, қатты кірмеуге проблемасы, тырыссам да кіріп кетемін. Біз қатты эмпатпыз, иә, сострадать етіп кетеміз. Сол себепті мен консультация ала алмаймын. Бірақ та оны үйренуге болады, оқып үйренуге болады. Бұйыртса психологқа оқып алғаннан кейін міндетті түрде консультацияны бәлкім алатын шығармын. Иә, өйткені психологқа қандай немелер қажет? Қасиеттер, детальдарды көресің, оның эмоциясын, дауысы бір жерде көтерілді, бір жерде азайды, байқайтын, жаңағы сезімталдығы жоғары адамдар жақсы психолог болады. Атақты психологтардың бәрі осы, көбі, бәрі емес, көбі осы немеден шыққан. Сезімталдығы жоғары адамдардың арасынан шыққан. Енді сезімталдығы жоғары адамдарға қандай кеңес береміз? Біріншіден, токсик адамдармен алыстан араласуға тырысыңыз, өзіңіздің айналаңызды таңдаңыз, өйткені сіздерге қиын болады. Қайта-қайта сізді сынның астына ала берсе, сізге қиын болады. Қанша біреудің сөзін қабылдамасаңыз десеңіз де, қабылдамау қиындау, сол үшін таңдау маңызды. Екіншіден, жаман жаңалықтардан, рок музыкалардан өзіңізді кішкене шектеңіз, сезімталмыз біз. Сонымен қоса медитация, релаксация, Джейкобсон интернеттен қарасаңыз болады. Әсіресе медитацияны күнде жасауға тырысыңыз. Бізге кішкене демалу маңызды, расслабление, денемізді босату маңызды. Өйткені біз уайымдаймыз, ойланамыз, ойлар көп миымызда. Сол себепті, ойлар көп дедім жаңа, физикалық жаттығуларды жасау өте маңызды. Адам физикалық жаттығу жасағанда ойы кішкене бөлінеді. Өйткені көп ойланады, уайымдайды, сезімтал болып келеді сол. Сонымен қоса конфликттерден аулақ болуға тырысыңыз. Өзіңіздің жұмысыңызды өзіңізге ыңғайлап алыңыз. Мысалға алатын болсақ, мен бұрын 5-6 сабақ өткізе беретім, содан кейін мен жатып қалатын, басқа түк істей алмайтын. Содан кейін ол мені құртатынын түсіндім. Ары қарай мен перегорела дейді ғой, мен мұғалім тіпті болғым келмей кетті. Сол үшін мен түсіндім, маған күніне максимум 3 сабақ өткізуге болады. Немесе консультация. Психолог ретінде максимум 3 консультация, максимум 2 консультация. Өзіңізге жұмыс күніңізді реттеуге тырысыңыз. Енді барлығымыздың жұмысын реттеуге келмейді, бірақ қолымыздан келгенше жұмысты ауыстырып, немесе жұмысты өзіміздің ішкі комфортымызға қарай реттеуге болады екен. Сол бүгінге осы, міндетті түрде лайк басуды ұмытпаңыз. Егер де сіз сезімталдығы жоғары адамдардың қатарына жатсаңыз, қандай сезім сезінесіз? Дәл осындай сезімдерді сезінесіз бе? Біз қарастырған нәрселер басыңызда бар ма? Соны міндетті түрде пікірге бөлісіп кетіңіз. Сұрақтарыңыз болса да міндетті түрде қойыңыз, жауап беруге тырысамын. Бүгінге осы, амандықта жүздескенше.